Әпке, жаттам құдалыққа кім баратын болды сонымен? Лейла барады ғой обязательно. Сосын маған барасың ба дегендей қылды. Құдалыққа бізде барайық та, что? А чё не я? Қасқа менше отырмыз бетіміз табақтай болып. Дәмелен. Ойбай, о бала саған не жоқ, сен әлі жассың ондайға баруға. Алтын алып қойдым скипочка, сосын жаңа тоғысына күмістер алдым. Біздің де жолымыз ғой, бізде барамыз ғой. Ну да. Байға тегізетін кезде, ақша табатын кезде, өгіз дейсің деп ұрсасыңдар, я, осындай кезде кішкентай болып қаламыз әйтеуір, мейлі. Қасқа сендер бара беріңдерші. Бопты бармаймын, отырам, омағып. Осы құдаларыңды билететін кезде зәмза керек, ішкізетін кезде зәмза керек, жайғастыратын кезде зәмза керек, осындай кезде керек болмай қаламыз. Мақұл, бара беріңдерші өздеріңе. Түрі әдемілердің қалтасында ақшасы барларын теріп апара беріңдер. Біздің жағдайымыз жоқ, түріміз мынау тәқтір таттап кеткен. Бара беріңдер өздеріңе. Зәмза, сен барып жатсың ғой, өзіңден Ғалымжан жездем жақта да, біздің жақтан да қалмай жатсың ғой. Постоянно барасың ғой бесікке де. Әй, жүрсек күтіп жүреміз ғой, күтіп жүремін мен, күтіп. Шашымыз жалбырап, бетіміз бескеттар болып күтіп жүреміз. Төркінімізді де бір барып күтілсек болмайды ма? Күтілгендер күтіңдер екен, бұдан кейін Зәмза деп іздемеңдер мені. Байыма жексұрын болып, бала шағама жексұрын болып, не азап десем, ама неге ішесіз деп. Одан қайын жұртым жақсы, жаным, өзімнің қайын жұртым жақсы, қайынлерім, абысыным солар тастамайды мені құдалықтан. Жандарым сол. Гүл ау, гүл әпше, бақытты болып жүр әпше, ты красавица вообще.